Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болатын нан салма жасайтын боламыз. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Бізге керегі ет, сарымсақ, болгарский, картошка керек болады. Етімізді алып, осылай әдемілеп турап шығамыз. Сарымсағымызды да, болгарскийімізді де, картошкамызды да үлкендеу етіп турап шығамыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырып алдым. Міне қып-қызыл, оның үстіне сарымсағымызды саламыз. Сарымсағымызды біраз қуырылған соң болгарский салдым, томатымды салдым, картошкамызды салып 5-10 минут қуырамыз. Тұзымызды саламыз, осы кезде бәрін салып қуырған соң үстіне су құямыз. Суымыз поливының үстінен сәл асып тұрса болды, көп су құймаймыз. Су құйған соң 1 сағаттай қайнатамыз. Мен енді қамыр жаю бастадым. Бір жуала жайып болдым. Жайылған қамырды қайнап тұрған суға көптеу етіп тұз салып, соның үстіне қамырды салып аламыз. Қамырымды алдым, оның үстіне жәңілдегі салмасын саламыз. Енді міне тамағымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Өте дәмді, өте күшті шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер де ұнаса, маған тіркелуді ұмытпа.